Астанадағы гастроорталық Салтанат Нүкенова көз жұмған Бау мейрамханасымен келісім шартты бұзды. Орталықтың әкімшілігі әлеуметтік желідегі парақшасында экс-министр Қуандық Бишімбаевтың қолынан қаза тапқан марқұмның отбасына қайғырып көңіл айтып, болған сұмдық жағдай үшін өкініштерін жеткізді. Басына қара бұлт үйірілген Бау мейрамханасы гастроорталықта орынды жалға алған. Бүгін мейрамхананың маңдайшасы да алынып тасталды. Қоғамның наразылығын толық қолдаймыз. Зорлық-зомбылықты ақтауға болмайды деген орталық басшылығы мен қызметкерлері тергеу жұмыстарына көмектесуге ниетті екен. Сондай-ақ гастроорталыққа жаңа директор тағайындалғаны мәлім болды. Бүгінде бұл нысанда қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, арнайы ұйымдармен келіссөздер жүргізілуде. Ашық дереккөздерге бірнеше мейрамхананы сыйдырған гастроорталыққа жалға берумен айналысатын компанияның 5 құрылтайшының тізімі жазылған. Олардың қатарында темір торға тоғытылған Қуандық Бишімбаевтың анасы да бар.